Сәлем досым, каналыма қош келдің. Жемістерден құралған пайдалы салат жасаймын. Бізге керек заттар: йогурт, алма, груша, банан және мандарин керек. Жемістерді жуып, қабықтарын аршып аламын. Жемістерді тураймыз. Мандаринді кішкентай дәндер болады, соны байқаңыздар. Бұл салат дәрумендерге бай, денсаулыққа пайдалы. Қысқы мерзімде жасағандарыңыз дұрыс болады. Кішкентай балаларға да ұнайды. Бананыңыз қарайып кетпеу үшін тез лимон согын пайдалансаңыздар болады. Алманы да турап аламын. Жемістерімізді турап алдым. Сіздер қалауыңыз бойынша өзіңізге ұнайтын йогуртты пайдалансаңыз болады. Менде бүгін шабдалы қосылған йогурт пайдаланамын. Бұл салатқа өзіңізге ұнайтын жемістерді қоссаңыздар болады. Виноград, киви, ананас, тағы түрі бар. Йогурт 320 грамм қостым. Жақсылап араластырып, салатницаға саламын. Бұл салат өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, пікірлер қалдырыңыздар. Мен үшін сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Бұл менің ең алғашқы видеом. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.